Сүйкімді балақай, көзіңді жұмып, жылы көрпемізге жатайық. Бүгін біз жазғы далаға қиялмен саяхат жасаймыз. Ал енді елестетіп көр. Сен жап-жасыл шөптің үстінде жатырсың. Аспан көк-көмбек. Күн шуағын төгіп тұр. Жел есіп шаштарыңды тербетеді. Сенің қасыңа көбелек қонды. Ол сыбырлап былай деді: кел, сені бір жерге апарайын. Бұл Абай ата сипаттаған жазғы мекен. Сен көбелекпен бірге ұшып барасың. Айналада құстар ән салып жатыр. Аққулар көлде жүзіп жүр. Ауыл балалар өзен бойында асық атып, ойын қуып жүр. Кенет алыстан Абай атаның даусын естисің. Жазды күні шілде болғанда, көкорай шалғын бәйшешек ұзарып өсіп толғанға, күркіреп жатқан өзенге көшіп ауыл қонғанда. Сен гүлдер арасында жатып, шөптің иісін сезіп жатырсың. Бір кезде көк шөп арасынан кішкентай елік шығып, саған күлімсірейді. Ол сенен қорықпайды. Өйткені сен табиғат досысың. Енді жүрегіңе қолыңды қойып, іштей мына сөздерді жайлап қайтала. Мен табиғатты жақсы көремін. Тыныштық менімен бірге. Жаз маған қуаныш пен демалыс сыйлайды. Мен тыныш ұйықтаймын. Күн астында бәрі баяу тыншып барады. Сен де жайлап көзіңді ілдің. Армандармен бірге жаздың жылы әлеміне демалып жатырсың.